Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де 2001 жылғымын. Және сұлулық саласында жүргеніме, яғни кірпік саласында жүргеніме уже 6 жыл болды. Және өзімнің тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін боламын және сіздерге үйрететін боламын. Егер де менің каналыма тіркелетін болсаңыздар, өкінбейсіздер, себебі өте құнды ақпараттар болады. Және кірпік жайлы ғана емес, болашақта тағы да басқа өте күшті лайфхактар болатын болады. Сол үшін маған тіркеліп кетіңіздер және маған комментарийға не білгілеріңіз келеді жазсаңыздар болады. Және колокольчикті басуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көп қыз жасата бермейтін және 25 май күні жасататын қыздардың кірпіктері ол классика. Және классиканы көп адам сұрай бермеген екен, біз классиканың материалын ала бермейміз. Сол себепті біз классиканың материалының орнына біз қандай материал қолданамыз, мен сіздерге қазір көрсететін болатынмын. Және мына видеода қарап тұрғандарыңыздай көзінде кірпіктері өте көп, көзі ашық қыз. Және бұл қызға біз классика жасайтын боламыз. Длинасын 9-дан 11-ге дейін таңдадым. Және толщинасы 0,1, изгибы цешка. Біз көп жағдайда осыны 0,1 аламыз, потому что қазіргі сұраныста бізге көбінесе 3D, 4D, либо объем сұрайды. Классиканы ешкім сұрай бермейді. Сондай моментте біз кәдімгі осындай 0,1 аламыз, линиясын. Осылай қоямыз. Және кірпікті алған моментте 2 штукты аламыз. Осылай 2 штук кірпікті аламыз. 2 штук, бір кірпіктің толщинасы 0,1 болса, 2 кірпік алған кезде бізде уже 0,15 болып шығады. Сол моментте біз осылай әр кірпігіне қойып шығатын болсақ, онда классика шығады. Бүгінгі айтылған ақпараттар егер де сіздерге ұнаған болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі бұдан да кейін өте құнды ақпараттар болатын болады. Және колокольчикті басуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарийға не білгілеріңіз келеді, соны жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де менің арманым бар, 10 подписчик жинау. Және сол арманыма сіздер мені поддержать ететін болсаңыздар, мен өте қатты қуанышты болатын едім. Және рахмет айтар едім. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока!